чатбот орнатуды көрсетемін, яғни клиентке дайын текст дайындап қоямыз. Клиент кіргенде сол дайын текстті басады, бізден автоматты түрде ол кісіге сообщение барады. Сол туралы көрсететін боламын. Ол үшін бірінші біз Инстаграмға кіріп, жоғарыда тұрған оң жақтағы плюстың жанында 3 сызық тұр, иә? Соны басып кіретін боламыз. Кіргеннен кейін бірінші тұрған настройка бөлімге кіреміз. Потом біз астына түскен кезде бізде міне ең соңында тұр сообщение и ответ на историю деген, соған кіреміз. Кірген кезде біріншісіне кіреміз, управлять сообщение. Одан астына қарай түскенде сіздерде подключение инструмент деген бөлім былай өшік тұрады, соны қосасыздар. Одан кейін другие люди дегенде астындағы Facebook тұр, соған басып, сіздерде осылай тұру мүмкін. Одан кейін біз былай папка запрос на переписку ауыстырамыз. Шығып кетіп, қайтадан обратно сол 3 сызыққа кіреміз үстінде тұрған. Настройкаға кіреміз. Содан кейін үстінен астына қарай санағанда 4-ші инструмент и настройки для автора деп тұр. Соған кіреміз. Кіргеннен кейін бізде мына жерде часто задаваемый вопрос деп тұр. Үстінен астына қарай санағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ші. Соған кіреміз. Кірген кезде бізде осы бөлім шығады. Бізде осы бөлім шыққан кезде менде көп болып кетті, өшіріп қойдым, иә. Мне сәлеметсіз бе, таргет жасатқым келеді деп тұр, сәлеметсіз визуал құрғызғым келеді деп тұр. Осыларды жазу үшін бізде сіздерде жоқ болады ғой енді. Добавить вопрос деген кнопканы басып, мысалы осы жерге жазам, сәлеметсіз бе. Иә, осы жерге қалған сөзімізді жазамыз. Мысалы клиент сәлеметсіз бе деуі мүмкін, мысалы. Өзіңіз қалайсыз, не деп жазған қалайсыз клиент, визуал жасатқым келеді, таргет жасатқым келеді, осы тауардың бағасын көргім келеді деген сияқты. Астына сіздің сөзіңіз баруыңыз керек. Мысалы, сіздің сөзіңіз сәлеметсіз бе, сізге қандай көмегім қажет деп, иә? Сохранитті бастым. Енді қараңыздар, мен шығып кетем толық. Басқа Инстаграммен жазған кезде көрінеді ол. Мысалы, мен басқа Инстаграммен жазайын, өзім Жанарға сообщение. Осылай басқа Инстаграммен кірген кезде осылай тұрады. Клиент кіреді, таңдап өзіне керек сөзді басады. Мысалы, таргет бағасын білгім келеді, сәлеметсіз визуал құрғызғым келеді, таргет жасатқым келеді, басады. Осындай автомат түрде сообщение барады ол кісіге. Сәлеметсіз бе, телефон номеріңізді қалдырыңыз, мен сізге өзім хабарласам. Көрдіңіз ғой да? Осындай жасауға болады. Ал сәттілік, осыны пайдалаңыздар. Әрбір келген клиент ұстап қалыңыздар, уақыт оздырмай, кешіктірмей, иә? Ал сәттілік.